Саламатсыздарбы окуучулар, калдарың калай? Өткен сабакта сендермен сөйлемнің турлалуу мүшелерин өттүк. Неше турлалуу мүше бар экен? Яғни 2 турлалуу мүшесі бар сөйлемнің. Бастауыш және баяндауыш. Бастауыштың және баяндауыштың жасалу жолдарын сендермен өткен сабакта толық таныстык. Бүгін сендермен сөйлемнің турлаусыз мүшелерін өтеміз. Сөйлемнің 3 турлаусыз мүшесі бар. Олар анықтауыш, және де толықтауыш, және үшіншісі пысықтауыш. Бүгін сендермен өтетініміз солардың анықтауышпен және толықтауышты өтеміз. Анықтауышты және толықтауышты өтеміз. Анықтауыш дегеніміз не? Ол зат есімнен болған мүшенің сын сипатын анықтап тұратын мүшені біз анықтауыш дейміз. Яғни зат есімнен болған мүшенің қандай екенін, неше екенін, қанша екенін, қашанғы болған іс оқиға екен, барлығын анықтап тұратын мүшені біз не дейміз? Анықтауыш дейді екенбіз. Анықтауыштың сұрақтары қалай, қандай, қай, кімнің, ненің, қанша, қашанғы, неше, нешенші, қайдағы деген сұрақтарға жауап береді екен. Анықтауыштың жасалу жолдарына келетін болсақ, анықтауыш сын есім негізгі жасалатын сөз табы сын есімнен жасалады. Мысал айтатын болсақ, қараймыз, зерделі қыздың зерек ойы қиядағы жұмбақты іліп әкетті. Қандай қыздың? Зерделі қыздың. Қыздың қандай екенін не істеп тұр? Сипатын анықтап тұр екен. Зерек ойы. Қандай ойы? Зерек ойы. Яғни бұл жерде ойдың да қандай екенін анықтап, зерек деген сөзіміз анықтауыш болып тұр екен. Яғни бұл жерде зат есімдеріміз қайсы бағана ережесін келетін болсақ, зат есімнен болған мүшенің сын сипатын анықтап тұрады дедік. Яғни бұл жерде бізде зат есіміміз қыздың, қыз ол зат есім екен, зат есімді анықтап тұрған мүшеміз қай мүше? Анықтауыш екен сын сипатын. Бұл жердегі зат есіміміз ойы, ойды анықтап тұрған мүшеміз ол зерек екен. Келесі мысалға келетін болса, олар шалғай ауылдарды аралап шықты. Қандай ауылдарды? Шалғай ауылдарды. Ауылдың қандай екенін, яғни ауылымыз зат есім, соны анықтап тұрған мүшеміз не екен? Шалғай сөзіміз анықтауыш екен. Келесі есімдіктен жасалады екен. Бұл сөз оған қатты әсер етті. Қай сөз? Бұл сөз. Яғни сөзіміз зат есім, зат есімнен болған мүшені анықтап тұрған мүшеміз бұл есімдіктен жасалған анықтауыш екен. Кейбір аңдар ертемен азықтануға шығады. Қай аңдар? Кейбір аңдар. Кейбір есімдіктен жасалған анықтауыш келіп тұр екен. Үшіншісі зат есімнен де жасалады екен анықтауыш. Өзен бойында қора-қора қой жайылып жүр. Ненің бойында? Өзен бойында, өзеннің бойында. Яғни өзен сөзіміз анықтауыш болып тұр, зат есімнен жасалған. Сан есімнен де анықтауыш жасала береді. 10-шы сыныпта бұл тақырыптарды өткен едік. Қай сыныпта? 10-шы сыныпта. Яғни сыныпымыз зат есімнен болып тұрдағы, соны анықтап тұрған мүшеміз сан есімнен жасалған анықтауыш келіп тұр. Волейболды 6 ойыншы ойнайды. Қанша ойыншы? 6 ойыншы. Яғни 6 сан есімнен жасалған анықтауыш болып тұр. Есімшеден де жасалады. Айтқан сөзің дәл келсе, саған сыйлығым бар. Қай сөзің? Айтқан сөзің. Қанкен есімшенің жұрнағы еді ғой, яғни бұл жерде айтқан сөзіміз есімшеден жасалған анықтауыш келіп тұр екен. Оқығанның беті жарық. Кімнің беті? Оқығанның беті. Бет сөзіміз зат есімнен жасалып тұрдағы, және де оқығанның не болып тұр? Есімшеден жасалған анықтауыш келіп тұр екен. Келесі анықтауышта басқа сөз таптары сияқты, басқа сөйлем мүшелері сияқты құрамына қарай екіге бөлінеді. Дара анықтауыш және күрделі анықтауыш болып.
дар анықтауыш дегеніміз бір сөзден тұратын анықтауыш екен. Мысалы, ұлыған қасқырды көріп, зәре құтымыз қалмады. Қандай қасқырды? Ұлыған қасқырды. Яғни бұл жерде қасқыр зат есім болып тұрдағы, зат есімді анықтап тұрған. Қайсы ұставынан жасалып тұр анықтаушымыз? Есімшеден әрине жасалып тұр. Есімшеден жасалынған анықтауыш келіп тұр екен. Келесі, сары жапырақтар жерге түсіп жатыр. Қандай жапырақтар? Сары жапырақтар. Бұл жерде жапырақтың түсін анықтап тұр, иә? Сын есімнен жасалынған анықтауыш келіп тұр. Біздің анықтаушымыз сын есімнен жасалып тұр екен. Баланың дауысы естіледі. Зат есімнің ілік септігінде тұру арқылы жасалып тұрған анықтауыш бұл келіп тұр екен. Яғни анықтаушымыз зат есімнің ілік септігінің жалғану арқылы жасалып тұр екен. Келесі мысалға келсек, бірінші жасалу жолдарында бірінші тұрақты тіркестенді жасала береді күрделі анықтауыш. Олар қыл өтпестей татулығы елге үлгі өнеге болып отыр. Қандай татулығы? Қыл өтпестей, яғни тұрақты тіркестен жасалып тұр анықтаушымыз. Келесі, қара торы ат бірінші келді. Қандай ат? Қара торы. Бұл жерде күрделі сын есімнен жасалып тұр анықтауыш. Қолында сары қызыл гүлдер бар. Қандай гүлдер бар? Сары қызыл. Бұл жерде де біздің анықтаушымыз сын есімнен жасалып, гүлдер зат есімді не істеп тұр? Анықтап тұр екен. Анықтаушымыз сары қызыл деген сөз.